Сәлем достар. Бұл бәрі жай достық па сериалымыздың жалғасы. Ал ендеше кеттік, не болатынын бірге көрейік. Айым, тұра тұршы. Не болды? Сен кеше неге кетіп қалдың? Сендердің әзілдеріне қарап қызығып отырам ба? Мен сендерге кедергі болғым келмеді. Ереке, сен неге осы айымға барып бәрін айтпайсың? Досым Арсен, ол енді маған сенбейді. Мен бәрін өзім бұзып қойдым. Кейде ең жақын досым жүрегінің иесі болады екен, бірақ мен оны кеш түсіндім. Айым, тыңдашы, өтініш, тыңдашы мені. Жоқ, Ернар, енді тым кеш болды. Мен сені тыңдағым да кеп тұрған жоқ. Бірақ сен оны достық деп ойладың. Мен жеңдім ғой. Бірақ неге қуана алмаймын? Бүгін айым не үшін сабаққа келмеді екен? Дана, сен білесің бе, айым қайда? Білмеймін, мүмкін сенен шаршаған шығар? Осы кездерді сағындым. Бәрі қашан өзгеріп кетті екен. Айым, мен сенен кешірім сұрауға келдім. Кешірім бәрін түзетеді деп ойлайсың ба? Сен мені жақын құрбым едің ғой. Айым, түсінші мені. Мен ғой Ернарды жақсы көріп қалдым. Онда соған бар. Бірақ бір нәрсені ұмытпа. Достық сатқындықты көтермейді. Айым, тұра тұршы. Айым, тұра тұршы. Айым, сен неше менен қаша бересің? Мен енді үндемей тұра алмаймын. Мен сені жақсы көремін.